Құрметті достар, мен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясын қолдаймын. Қарымды қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжан оқырман қауымға шынайы прозасымен етене таныс. Жазушының қаламынан туған шығармалары кез келген жанға ой салады. Оның әрбір шығармасы адамдықтың алтын діңгегі, адамгершілік екенін насихаттайды. Оқырманға ұсынылып отырған «Қасірет пен тағдыр» романы да халқымыздың басына қайғы салған Семей полигоны мен одан келген зардап пен зауал жайлы. Полигон зардабын тартқан қасіретті ананың зарын, оған қарсы шыққан қайсар ананың өр рухын бейнелейді. Роман көркем әдеби тілмен жазылған, әрі нақты деректерге құрылған. Мен 8-ші сыныпта аяқтаған жылы туған ауылдың қоңыр түтіні хош деп аудан орталығына қоныс аударуға мәжбүр болдық. Ағам медицина институтын бітіріп келе сала үйленіп, аудандық ауруханаға көмекке тұрған болды. Қара шаңырақтың ертеңгі тірегі бір өзі болған соң, әке-шешем сол жалғыздың тілеуін тілеп, айтқанын істеп, тамыр жайылған топырағынан қопарыла көшкен. Біз бай емес едік. Әке-шешем жиған тергеніне оқытты, үлбіретіп ата жолымен келін түсірді. Ақыры ауылдағы үй мен қора қопсыны, қолдағы ұсақ мал мен бұзаулы сиырды сатып алғандағы үйіміз, апамның тілімен айтқанда, Алматыға көшкен сарттың жаман тамы ғана еді. Достар, сөз соңында кітапты сүйіп оқы, көңілге түйіп оқы дегім келеді. Оқып үйренуден жалықпайық.